Эмоциямды басқара алмаймын. Ашуыма ие болуым қиын. Не істесем болады? Әуелі эмоция дегеннің не екенін түсініп алайық. Эмоция сіздің белгілі бір мәселеге, проблемаға, өміріңізде болып жатқан жағдайға, оқиғаға көзқарасыңызды, сол жайтқа деген сезіміңізді, қарым-қатынасыңызды білдіреді. Бетпе-бет келген жағдайды қалай қабылдасаңыз, оған деген эмоцияңыз да соған сәйкес болады деген сөз. Қарапайым тілмен айтқанда, болып жатқан мәселеге қатысты ішкі жан дүниеңізден шыққан сезімді эмоция дейміз. Эмоцияның өзі жағымды және жағымсыз болып бөлінеді. Біздің сөз етіп отырғанымыз адам ашуланғанда туындайтын ашу, ыза, агрессия сияқты эмоциялар. Өмір болған соң, адамдар арасындағы қарым-қатынаста түрлі жағдай болады. Бұған дейінгі өмірде болған түрлі қиындықты қалай қабылдап үйренсеңіз, содан кейін де ішкі сезім мен эмоциялар дәл сондай сипат алады. Эмоцияға ерік беріп, ашуды жүгендей алмай, кез келген мәселені эмоцияға беріліп шешуді үйреніп қалсаңыз, ары қарай да солай жалғаса бермек. Себебі эмоция жанартау сияқты ішімізді жарып, атқылап шыққан кезде оны басқару қиын. Неге мен эмоциямды дер кезінде тежей алмадым? Неге өзімді ұстай алмадым деген сұрақ қоятындар көп. Мұның себебі адамның эмоциясының тұрақсыздығымен байланысты. Мәселен, жақын адамыңыз ашуыңызға тисе, арада жанжал туса, күйзеліске түссеңіз, ары қарайғысы белгілі, ұйқыңыз қанбай, санаңызды уайым басады. Ондай кезде адамның эмоциялық жағдайы қалыптан шығып кетеді. Біресе көңіл күйіміз жарқырап шыққан күндей болса, біресе аспанды бұлт торлағандай тұнжыраймыз. Бірде агрессияға беріліп, енді бірде іштен тынып, түйіліп қаламыз. Жағымсыз эмоцияны жеңіп, дер кезінде басқаруды үйрететін маңызды әдіс-тәсілдер бар. Ашуға булыққан сәтте кәдімгі қағазды алып, жырта бастаңыз. Өне бойыңызды кернеп бара жатқан ашуды қағазға жұмсап, ашу ызадан арылып, эмоцияны сыртқа шығарасыз. Мұндайда кәдімгі жастықта көмектесе алады. Бар дауыспен айғайлап алуға немесе бүкіл агрессияны соған бағыттап, жастықты төмпештеп те шығаруға болады. Эмоциялық көңіл күйіміз тұрақсыз болып тұрған жағдайда кеудемен дұрыс дем алу жаттығуларда көмектеседі. Ол үшін 2-3 минут кеудемізді кере дем алып, сосын оны асықпай сыртқа шығару керек. Сол арқылы стресстен арыламыз. Ондай кезде адам сабырға келеді. Жүрек қағысы реттеліп, көңіл күйі де қалыпқа келе бастайды. Мұндай сәтте спортпен айналысу да өте пайдалы. Негатив сезімдерді сыртқа шығаруға мүмкіндік беретін спорт түрлері бар. Біреумен кикілжің туып, оның сізге деген асқан ашу-ызасын байқасаңыз, сол сәтте ол адамнан алшақтай түсуді, кетіп қалуды ойлаңыз. Бұл ең дұрыс шешім. Екеуіңіз де сабырға келіп, эмоцияларыңыз қалыпқа түскен кезде ғана мәселені сабырмен, ақылмен, бір-біріңізбен диалог құру арқылы, ең тиімдісі ашық сөйлесу арқылы шешуге болады. Жанжалдасудан қашу арқылы көп нәрсе ұтасыз. Біреудің агрессиясы, ашу-ызасы мен реніші сізге бағытталғанын сезсеңіз, дегеннен қарсы шықпай, бір сәтте тоқтап өзіңізге, қазір мен де ашуға беріліп қарсы шықсам, соңы не болады? Мәселе осымен шешіле ме деп сұрақ қойып көргеніңіз жөн. Ашумен еш мәселе шешілмейтінін, одан әрі әңгімені кейінге қалдыра тұру дұрыс болатынын түсініңіз. Қазақ ашу дұшпан, ақыл дос деп тегін айтпаған. Егер біреу жаныңызды жаралап, жүрегіңіз ауыртса, оның күйі де мәз емес екенін, тіпті сіздікінен де ауыр екенін, жаны 2 есе жаралы екенін ескеріңіз. Жағдайды осылай түсініп, бұған осы тұрғыдан қарайтын болсақ, реніш те, өкпе де, ашу-ыза да ұзаққа созылмайды.